6-шы пара бұл Мәида сүресі. Мәида сүресі Құран кәрімдегі ең ұзын 7 сүренің біреуі деп аталады. Қазақшасы не ол Мәиданың? Дастархан. Мәида сүресінің қазақшасы дастархан. Қандай дастархан? Дастарханың мол болсын, уайым қайғы жоқ болсын. Ондай дастархан емес ол. Иса пайғамбардың хауарилері, сахабалары келіп, Аллаға айтшы біздің иманымызды одан сайын күшейтсін, бізге аспаннан дастархан түссін деді. Міне сол түскен дастарханның құрметіне осы сүре не деп аталады? Дастархан сүресі деп аталады. Міне бүгінгі оқитын сүре осы иншалла. 120 аяттан тұрады. 2300 қанша? Ойбай. 2837 сөзден тұрады. 11892 әріптен тұрады. Әр әрпіне 10 сауап. Ол Рамазанның құрметіне 10-нан 700-ге дейін тағы көбейтіледі. Көрдіңіз ба? Мәида сүресі Құран кәрімдегі, біліп алыңыздар, ең үкімі көп аят Құран кәрімдегі. Ең үкімі көп аят Мәида сүресі, бүгінгі оқыларымыз. Дәрет, таяммум, ғұсыл, арақ, шарап, құмар ойын, балшы, аңшылық, не бар? Неке, талақ, мына ішінде бүкіл үкімдерді қамтыған. Үкімдер түсініп отырсыздар ғой? Демек сүре қақта түскен? Дұрыс айтады, Мәдинада түскен. Мәдиналық сүрелер үкім сүрелері. Меккелік сүре, Меккеде үкім жоқ. Меккеде тек қана не жайында? Қиссалар мен ақыреттің оқиғалары жайында, ақида жайында. Міне Мәдина болғанда да бұл ең соңғының алдындағы сүре екен ғой. Құран кәрімде түсуі бойынша 114 сүре ма бізде? Соның 112-ші сүресі екен мынау. Түсуі бойынша. Құрандағы реттілік бойынша, кітаптағы реттілік бойынша неше сүре? 6-шы сүре, жоқ, 5-ші сүре. Фатиха, Бақара, Әл-Имран, Ниса, Мәида. 5-ші сүре екен. Құран кәрімдегі реттілік бойынша 5-ші. Түсуі бойынша Мәдиналық 112-ші сүре екен. Демек 112 деген сөз діннің кемелденген кезі уже үкім аяттары беріліп атқан кездер екен.